Сәлем достар, бүгін сіздермен Қазақстандағы медицина университеттерінің өздерін таныс боламыз. Алғаш таныс болатынымыз Қазақ ұлттық медицина университеті, жалпылама айтқанда Асфендияров атауы иеленген. Бұл университет 1930-31 жылы іргетасы қаланған. Бұл университеттің директоры болып алғаш рет Петербургтың әскери медициналық академиясын бітіріп келген Санжар Жаспарұлы Асфендияров тағайындалады. 1931 жылы институт штаты 5 профессор, 4 доцент, 13 ассистент және 2 оқытушыдан құралған. Араға уақыттар салып 1938 жылы педиатрия дәрігерлерінің жетіспеушілігіне байланысты педиатрия факультеті ашылады. Бұны ұйымдастырған Саратов университетінің медицина факультетінің түлегі Малинин болды. 2018 жылы дерекке сәйкес, бұл университетте грант иелену үшін жалпы медицина бағыты кемі 129 балл, стоматология 136 балл, педиатрия 120, мейіргерісі 113, қоғамдық денсаулық сақтау 131 балл, фармация 133 балл иелену керек. Бұл университеттің тағы да бір ерекшелігі шетелмен байланыс орнатуы. Ресейдің, Жапонияның тағы да бірқатар мемлекетпен байланыс орнатқан. Екінші таныс болатын университетіміз бұл Қазақ-Ресей медицина университеті. Бұл университеттің іргетасы 1992 жылы қаланған. 27 жылдық тарихы және де 630 профессор және де оқытушылар құрамымен ерекшеленеді. Қазақ-Ресей медицина университетінде 5000-ға жуық студент, 23 кафедра, 200-ге жуық ғылым медицина докторлары бар. 2018 жылдың қорытындысы бойынша үздік студенттік өмір байқауының жеңімпазы және де 10.000-ға жуық түлектері бар. Үшінші таныс болатын университетіміз Оңтүстік Қазақстан медицина университеті. Университет тарихы биылғы жылы 2019 жылғы қорытындысы бойынша 40 жылдығын атап өтті. Бұл университеттің 4 корпусы бар және де бұл университетте оқушылар құрамы өте жақсы жасақталған. Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы Erasmus бағдарламасы бойынша жұмыс жасайды. Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы 2006 жылы халықаралық сертификаты иемденді. Келесі таныс болатынымыз Ахмет Яссауи университеті. Бұл 1992 жылы 1 мамырда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Түрік Республикасының премьер-министрі Сүлейман Демирелімен ортақ келісімінің нәтижесінде құрылды. Университеттің миссиясы түркітілдес мемлекеттер мен қауымдастықтың жастардың бір шаңырақ астында сапалы білім беру және де ғылыми зерттеулерде көшбасшы болу. Бұл университетте үкіметаралық өкілеттілігі бар 10 адам жасақталған. Бұл адамдар 5-еуі түрік мемлекетінен, 5-еуі Қазақстан өкілеттілігінен тағайындалады. Келесі таныс болатынымыз Астана медицина университеті. 1964 жылы іргетасы қаланған бұл университет Erasmus бағдарламасы бойынша жұмыс жасайды. Дәл қазіргі сәтте басқа университеттерде қашықтықтан оқыту бағдарламасы Платонус арқылы жүргізілсе, ал Астана университетіне Moodle платформасында жүргізіледі. Астана медицина университеті 2010-2011 жылғы студенттерінің саны 5053 студентті құрайды. Астана медицина университетінің осындай ерекше құрылымдары бар. Достар, егер де сіздер Қазақстандағы қалған университеттер жайлы ақпарат бөлгілеріңіз келсе, төменге жазсаңыздар болады. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Каналға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау.